Kızlar, bugün 31 Navruz 26 yıl сейсенбі. Al сейсенбінің сәтін берсін, жаратқан абырой берсін, мен әңгімемді бастайын. Кеше жұмысқа тұру жайы, келісім шарт, еңбек шарты бойынша бірталай әңгіме айттым. Мен сіздерге басынан айттым ғой, мен мынау шлик жазуда ескерілмейтін жақтарын айтамын да. Енді уақыт, жұмыс уақытысы деген бар. Мынау көп адамдар ренжіп жатады, біздің еңбек туралы заң баяғыда жақсы еді, еңбек кодексі былай болды, дұрыс жазылмады, осы бөлінді деп. Енді мен оны сіздерге трактовка жасап айта алмаймын. Мен өзім қолданған заңдардағы, соның жердегі заң бұзушылықтарды, соның қалай заңнан мынандай бұда жағынан, мына жағынан олқылықтарын аттап кетуге болатын осы жайлайды. Жалпы біздің елімізде аптасына 40 сағат жұмыс. Аптасына 40 сағат жұмыс, айына 165 сағат. Солай. Енді анау 16 жасқа толмағандарға 24 сағат, 16-тан 18 ортасы 36 сағат. Бүгедек адамдарға түрлі жұмыс уақытысы бар, бірақ жалпы негізі 40 сағат, 165 сағат. Енді мынау вақтымен жұмыс істейтін мен сияқтыларға сол сақталған, бірақ суммированный учет времени дейді. Ол бір жылға 6 айға жасалады, бір жылдан көпке жасалмайды. Бәрібір айналып келген кезде сіздің сағатыңыз сол айына 165 сағаттан 40-ына 56 апта бар ма, бізде 53 апта бар ма, соны көбейтесіз 40-қа, сонда сағаттан аспайды. Жетпей қалса ештеңе қылмайды, асып кетсе осы уақыттан тыс жұмыс істесеңіз сверхурочка дейді оны. Мен енді айттым ғой, сіздер айтпеңіздер, мен кейбір терминдерді орысша айтсам, мына орысша айтты деп айтпаңыздар. Мен орысша білмейтін қазақпын жалпы. Енді солай қалыптасқаннан кейін айтып қоямын да. Сверхурочка дейді. Почему? Потому что жұмыстан кейін қалып жұмыс істейді. Жұмыстан кейін қалып жұмыс істеуге, өндірісте, басқа жерде болсын 2 сағат. Согласие работника дейді. Работниктің өзінің письменный согласиясы бойынша 2 сағат қана жұмыс істеуге болады. Оның өзінде ол күніге емес, айына 12 сағат, күніне 2 сағат, айына 12 сағат, жылына 120 сағат болды. Жаңадай қауіпті, зиянды өндірістерде 1 сағат күніне. Ал енді мынау басқа жұмыс орындары бар. Мысалы, балабақша, мектеп, университет дегендерде ол жерде жаңағы гибкий немене пайдаланылады. Гибкий рабочийден. Ал енді анау алысқа кеткен немен анау пароходқа мініп кеткендерге басқаша саналады. Вахтовый рабочийден 15 күн, жұмыскердің өзінің келісімі бойынша 30 күнге дейін созылады. Осылай. Жылына 1 рет отпускқа берілуі қажет. 2 жыл қатарынан отпускқа берілмесе, ондай нәрсе не допускается. Мына. Енді менің айтайын сіздерге уақыт бойынша кейбір мекемелерде, бір кішігірім мекемелерде, мердігерлерде, болмаса бір басқа бір жұмыстарда, мынандай бір ауылдан бөлек шетте
жұмыс істейтін жерлерде 22 күн істеп 8 күн демалатындар бар. Бұл енді өте грубое нарушение. 22 күн вахтамен жұмыс істеген адам 22 күн демалуға тиіс. Бұндай мен талай рет білем. Сонда айтады, ол жаңағы 4 аптаны жаңағы 5 күннен 8 сағаттан көбейтсек жаңағы 5 күнге көбейтсек сол 20 күн шығады деп тұр ғой, айына 165 деп. Оның да есебі бар ғой. Жоқ, ол дұрыс емес. Ол 22 күн жұмыста болды ма, 22 күн демалуға тиісті. Адам машинеде шаршап қалады, техникада шаршайды, оборудованиеде шаршайды. Ол да демалуға тиісті. Оның да өзінің технический туосы бар. Оның да өзінің плановый ремонты бар. Ал енді ол адам ғой, етпен шекпен жаралған. Сіз оны 22 күн жұмысқа саласыз, тегі сұмды қазаннан кешке дейін кетпен шауып, су суғармай қойсын. Бірақ та ол демалуға тиіс. Ол 8 күнде, 7 күнде орнына кемейді. Осы бойынша мен үлкен бір баяда Алматы жақта жұмыс істеп жүргенімде бір Өзбекстанның азаматы болды. Қазақстанның азаматы, бірақ отбасы Өзбекстанда тұрады. Енді бізге келіп азаматтық алған ғой. Сол бақыш 22 күн жұмыс істейді, оны бір аптаға жібереді. Ол Алматының ар жағынан Ташкентке барғанша 1,5-2 күн өтеді. Ташкенттен келгенше 1,5-2 күн өтеді. Мейлі, 3 күн дейді, жолына кетті дейді. 3 сөтке, 8 сөтке демалуға кетті, сонда 5 сөтке. 5 сөткеде адам өз қалпына, өзіне келмейді. Психология тұрда деген бар. Жалпы өзі мамандық таңдағанда, жұмыс ол қандай жұмыс болсын, адам өзінің сезіміне қарай, ішкі көңіл күйіне, сүйетін, шын, нәзік, солай махаббатпен жұмыс істеген керек қой сол. Сонда ғана адам бақытты болады. Айлық алу үшін жұмыс істеген адам, міне 62-ге келдім, ешқандай неге жетпейді, жетістікке жетпейді. Жұмыс істегенді аса ыстық махаббатпен істеу керек. Қой бақсаң, қой семірту керек. Жылқы бақсаң, жылқыны семірту керек. Егін ексең, оны жақсылап егу керек. Онымен сөйлесу керек, егінмен. Оған айту керек, сырласу керек. Сонда ғана сенің егінің болады. Ал енді бұлай, ой мен мына сеуіп тастадым, күзде оры болам. Болмайды. Болмаса малды жібере салдым, семірді, мен соны пайда табам, ондай болмайды. Неге ауылдың көшедегі кезек қойлар семірмейді? Кезек қой семірмейді. Өткен бүгін мен бағам, ертең анау бағат, бүрсігін анау бағат. Оған не керегі бар? Күн өтсе болды. Әнерге барып еріп алып келеді. Жеке қой бағат, ол семіреді. Өндірісте де сол. Адам өз мамандығын, жұмысын сүю керек. Ал енді жаңағы 22 күн жұмыс істеп, 8 күн демалатын адамдардың қоғамға қауіпті. Қоғамға, адамға да, қоғамға да қауіпті. Ол шаршайды. Біреу жүрсерді, күніге 8 сағат жұмыс істейді, үйіне кетеді. Анау 22 күн жатыр. Біреу жүр, 15 күн вақтымен жұмыс істейді, үйіне кетеді. Ана бейшара 22 күн жүреді. Штарлық деген сізде бар, мында менде бар. Ал мен бір досым бар, класстасым, о да көп. Оның іші тар, апасян. Ал мен бір сұлжағым бар, оның да іші тар. О, ішіне наша қайланбайды дейді ғой.
Ну, кейбіреулер шыдарлығын білдірмейді, кейбіреулер білдіріп қояды. Но ол бәрінде бар нәрсе ол. Бір күні оның ананы көремайды, зависть дейді ғой, зависть пайда болады. Жаңағы 22 күн кетпен шауып, сол нысанның несінде дворник болып істейтін кісі қолындағы сыпырғысы менен, болмаса кетпенімен, күрегіменен сол бастығының маңдайынан бүріп өлтіріп тастаса, мен таң қалмаймын. Тіпті оны менің қолымда болса, оправдау. Потому что оның жүйкесі сыр берді ғой, ағатайы, шаршады ғой. 22 күнде жұмыс істеп. Адам деген ол демалуға міндетті. Қайда дейсаңыз, онда барыңыз. Қайда айтсаңыз, онда айтыңыз. Адам демалуы керек. Бізде охрана деген бар. Жайды мен біреуге тағы да қорқам да мен. Біреулер айтады, бірдеңкені айтып келесінде тоқтап қаласың дейді. Қорқам мен, өйткені ертең мен сотқа беруім мүмкін. Маған не керегі бар маған? Біреумен айтысып, шатысып. Менің мынау айтып атқаным ішіме сыймай бара жатыр. Білгеннен кейін айтып тұрмын. Мен бір қағаз қолданып атқан жоқпын. Болмаса бірдеңкеге сүйеніп атқан жоқпын. Біреу маған айтып беріп жатқан жоқ. Мен бұған дайындалып жатқан жоқпын. Ішіме сыймайды мынау. Сыймағаннан кейін сізге айтайын деп отырмын. Менің інім бар. Менің інім 2 күн қарауыл болып жұмыс істейді. 2 күн. 2 күн демалады. Қалада қарауыл. Біздің ауыл 60 шақырым қалады. 55-60 шақырым болады. Сонда ол жұмыстар шығады, мейлі мысалы 8-де ол жұмысты тапсырды дейік. Ол үйге барғанша 11 болады. Ода мәшинесі жоқ. Ол мәшине болса, ол қауіпті болар еді. 2 күн ұйықтамай шыққан адам жолда таксовать етемде біреулерді қырып тастар еді. Ол болмайды. Мәшинесі жоқ жақсы оның. Сонымен жаңағы автобуспенен өйтіп, қазір автобуста жоқ қой, таксимен голосовать етіп үйіне жетеді. Үйіне жеткеннен кейін ол сол күні ұйықтайды. Келесі күні тұрады. Бір күнде болмаса да жетілмейді. 2 күн дежурствода болған адам бір күнде өз-өзіне келмейді. Ол қайтадан алады да, ана күнен үйінде ана бірдеңке істейді. Огород қарау керек, мал қарау керек деген сияқты. Жазды күні малдың азығын дайындау керек, қысты күні бұғын шығару керек деген сияқты ондай мәселелермен айналысады, қайтадан жұмысқа кетті. Сонда ол 3 күн жұмыста, 1 күн демалады. Оны, конечно, тозалы. Мен білетін нәрсені айтайын да тағы біреуге айтып, тағы бір охранниктер бар, терезеден тұрады 1 күннен кейін. Ол да тозады. Ол да өзі-ақ жүзді болып кетеді. Өзі көрсетілген заңның талабына сәйкес, осындай смена жұмыста істейтіндер 1 сөтке тұрып, 3 сөтке демалу керек. Сонда ол 1 сөтке смена шыққаннан кейін демалар, ар жағында 2 күн өзінде өзі келеді. Ал енді мен бір баланы білемін. Ол 1 күн охранада тұрады, 3 күн сиыр бағады. Одан не қалады одан? Ана баста кетті, бәрі кетті ғой, ертең өмір сүрсін, қиын болады ғой. Енді мен тағы білетін біреуім бар, бір мамандығым бар, ол мынау мұғалімдер. Мұғалім болғанда мен мектепті мұғалімін білмеймін, әйтеуір мектепті мұғалімінің де несі көп дейді ғой. Жұмысы көп дейді ғой. Мен жоғарғы оқу орнының мұғалімін айтайын. Олар мұғалім демейді ғой, ғалымдар дейін, инженерлер. Ренжіп қалар жоғарғы оқу орнының мұғаліміне, сен мұғалімсің десең. Ол инженер. Технический вуздарды айтып тұрмын да, пединститутта мұғалім дейтін шығар енді. Сол бір кісі менің келіншегімменен бірге жұмыс істеді. Ана кісілер азанғы сағат 8-де, 7-де үйден кетеді жұмысқа, мен келіншегім.
кешкі сағат 9-да жұмысы бітеді. Ортада енді окошкалары бар шығар, бірақ ол үйге келіп қайтып барамайды ғой. Мен мынау үйде болған кезімде 9-да жұмыстан алып кетемін енді. Әркімге де керек адам ғой ол. Керек нәрсе ғой. Содан кейін барам. Сонда ана кісінің де мен бір-екі рет үйіне апарып тастадым. Момышұлы Төле үйде тұрады Алматыда. Сол кісі қайтыс болып кетті. Жұмыста қайтыс болып кетті. Алматы қаласының жоғарғы оқу орындарының бірінде қайтыс болып кетті. Оны енді мен білмеймін оны. Спецрасследование болды ма, болмады ма? Менің пайымымша ана кісі шаршағандықтан перенагрузка дейді ғой. Вот содан қайтыс болды. Осы 2 жыл болды. Менің сөзімді өтірік деген адам біліп алуға болады. Мен өзім ақ показания беремін оған. Ол айтамын. Кейбір институттарда тіпті бір семестр жаңағы сұмдық сағат береді екен. Айына жаңағы 166 сағат емес, 65 сағат емес, 500 сағатқа дейін, пожалуйста. Ол қалай беріп үлгереді, мен білмеймін енді. 500-ден шілі өтіріп көп көтір, да? Ну давай 250-ге келсек ше. 250-ге келсек. Ну оның өзі сұмдық сағат қойын. Енді любой инспектор, плановый проверка сондай мекемеге барған кезде штатный расписание деген болады. Жаңағы не дейді андай айлық алады ғой, 8 қой. Табель деген болады. Сондайдан тексеріп, шара қолданып мекемені сауықтыру керек қой. Ақшадан өлдің ба? Өлесің, ал не болады? Жаңағыдай нәрселер, міне, жұмыстан демалу керек. Болмаса оның ешқандай ләззаты да болмайды, берекесі де болмайды ол жұмыстың. Ақша табам дейді. Ол хадисте де бар дейді ғой, мен діндар адам емеспін енді. Бір-екі кембағал біреуге жалданып жұмыс істепті. Содан жұмысы біткеннен кейін ана жаңа қожайын біреуіне мынау 100 үлда депті, мынау 10 үлда. Мынау 10 үлда берекелі, мынау 100 үлданың берекесі жоқ депті. Содан пысығы ап деп 100 үлдан қағып кетеді, ана 10 үлдан алады. Не қылады бейшара? Күріш алып жібереді, аманат деп отбасына. Сөйтсе жолда жаңағын тоқтатады дейді. О кезде де жаңа нелер ғой, жаңағы қарақшылар. Болмаса басқа біреу тоқтатып, давай күріш дейді. Күріш жоқ дейді, тонаймыз онда дейді. Ой, күріштің жаңағы аманатқа берген бір дорба кішкентай күріш бар, басқа жоқ дейді. Ап кел дейді, тоқтап тұр жерде. Содан барып тура сол дорбаны тура сондай неде әкеп береді. Енді керуен басы ананың әйелін апарып береді. Міне мынау аманат. Мен өз деңгейімнен қиянат жасаған жоқпын, мені еріксіз біреулер алып қойды, сөйтіп қайтып тура осыны әкеп берді, міне саған берем дейді. Береді, берсе ішінде тола алтын дейді. Сөйтсе жолда бір қанның қызы ауырып жатыр екен, оған жаңа күріштің суын ішу керек екен. Енді аңыз ба, білмеймін ғой, хадисте ме әйтеуір мен бір жерден естіген өзі ұнаған әңгімелер, ұнаған ертектер есімде қалады. Осы соңғы ертек, ой Маралтай бір сұмдық ертек жазды енді, өлеңменен бір досымның ертегісі деп оқуларыңызға болады. Жарайды, мен ауытып кетіппін ғой уже. Еңбек уақыты, еңбекті төлеу мәселелері осылай. Уақыты солай, демалу керек. Міндетті түрде жұмыстан демалмаса, ертең ол жүйке ауруына нетуі мүмкін адамның. Жүйке ауру деген ол енді жақсы ауру емес. Міне бір қатар сіздерге мысал келтірдім.
жаңағы плановый проверкаға барған кезде инспекторлар міндетті түрде жаңағыны қарау керек. Табелді қарау керек, кім қанша жұмыс істеді, қанша айлық алды. Жаңа институттағылар, олар енді образованный, интеллигенция ғой оқыған. Соған енді осы ақылдары жетпей ме, түсінбей ме? Бір семестр пәленбай сағат істеп, келесі семестрде демаламыз дейді. Болды ғой, сен кетіп қалды ғой. Жүйкеңді бәрін, күш жігеріңді бәрін алып қояды ғой. Вот жұмыс деген. Кодексте бәрі қаралған. Барлығы қаралған. Мынандай да немене бар, кейбір кісілер білмесе, разъезжающего характері деген бар. Одан мысалы күніге командировка бере бермей, ары бері жүретін адамдарға сондай договормен жұмыс істейді. Ол да жақсы. Осындай жағдай, тағы не айтуға болады енді? Жұмыстың сағатын айттым, жаңағыдай жұмыстарға дем алу керектігін айттым. Мынандай бір сөз бар ғой, смена действия лучший отдых дей ма? Орыстардың кейбір сөзі де жақсы. Ол да дұрыс, ол да дұрыс. Сондықтан дем алу керек, адам өзіне өзі үйде болып қарап, табиғатпенен нетіп деген сияқты. Ал енді азаннан кешке дейін жұмыстың несі осы екен деп, оның кейін ол елдің бәріне жұмыс істеген адам демалмаған адам беймаз болады. Ол дегеніңіз отбасында да немене жоқ, отбасында да не жоқ, тыныштық жоқ, жұмыста да тыныштық жоқ, берекесі жоқ. Жаңа 10 дүлда мен 100 дүлданы айттым ғой енді. Адал еңбек, ашық адал еңбек, шын ниетімен жұмыс істеген еңбек, қандай еңбек болсын, берекесі болады. Ал енді жаңағыдай жүріп кетейін, анау қылайын, мынау қылайын, күнім өтсін деген еңбек, ол болмайды. Ол елге де осы жерде мен бір нәрсе айтып кетейінші. Мен осы арыз жазамда, арыз жазғанда қалай? Не сұрайым мен? Мынандай пояснение сұрайым да, комментарий деймін қалай? Мен бұндай көп сұрадым. Қазір ешкімнен жауап аламайсың. Ертең мен дәл осы бойынша жалғастырам. Мен Жамбыл облысының әкімшілігіне 1 жыл арыздандым. Соны жауап аламадым. Мен енді соған не болсын, мынау басы болсын, Минтрудқа арыздандым. Минтрудқа арызданғаным, мен қан тапсырдым. Қан тапсырып едім. Менің мынау денемді, комплектациямды көріп тұрсыңдар ғой, маған қан тапсыр деп біреу ақыл айтты. Соға қан тапсырып едім, қан тапсырғанда жазылып тұр екен. Мен вахтовикпін ғой. Қан тапсырған күні демаласың, соңы тағы бір күн демаласың, 1 жылдың ішінде деген социальный кодексте четко жазылып тұрған статьясы. Сөйтсе маған жұмыста маған 1 күн берді. Өйткені сен ана кезде межвақты отдықта болды дейді. Жарайды, мен оны демалу үшін қан тапсырған жоқпын. Мен мына денсаулығым үшін. Өйткені сіздің қаныңызды анализ тапсырамыз ғой. Анализ тапсырамыз бәріміз. Ол жерде сразу анализін береді. Ал енді мынау қан тапсырсаңыз, оны ұзақ детально қарайды екен ғой. Сіздің тұқымыңызға дейін айтып береді екен ғой. Мысалы, тұқымыңыздан келе жатқан қандай ауру бар, қандай жұқпалы аурумен сіз қорқасыз, қандайға жаңағы оңай беріліп қаласыз, бәрін айтады екен. Мен әлі білген жоқпын, бірақ та маған сөйтіп айтты қан тапсырған жерде. Ертең барғанда тағы да тапсырам. Соны Минтрудқа жаздым, маған 2 күн бе 1 күн бе деп. Жаңағы кодекстен ерінен де менерінен де көшіріп, алды, болды. Ау мен. Жауап жоқ, мен айтам.
Мен саған конкретті сұрап тұрмын ғой. Маған 2 күн бе, 1 күн бе, мынаны салып тұрмын. Жауап бере алмайды. Неге? Неге білесіз бе жауап бере алмайды? Так, менің уақытым болып қалды. Мен мынаны аяқтай алмай қаламын ау дейді. Қазір қызып кетсем, өйткені бір сөзбен айтқанда, сіз де, мен де, анау балаларымызды жұмысқа тұрғызамыз. Содан кейін ертең ол бала сөйтіп біреудің нервісін ойнайды. Жауап бере алмайды. Мемлекеттік жұмысқа тұрғызғанға құмармыз ғой біз. Менің үйімде атамның тірі кезінде 4 бала өстік. Мен үлкенім, атамның баласы. Содан менен кейінгі баланы атам айтатын, мынаның көзінің тасасында жоқ, мынадан түк шықпайды дейді. Солай болды ғой. Тұқым болды. Өнен кейінгі балаға жаңағы сүтке нан турап жейді, май салып. Содан қалғанын сол балаға береді. Сол бала жаңағы қарауыл болып істеп жатқан бала сол бала ғой. Сол күйі солай болып кетті ғой. Солай болып кетті. Ал енді бір інім бар еді, 31 жасқа келмей қайтыс болып кетті. Не шықса да мынау шұнақтан шығады деуші еді. Одан шықты. Ал енді сол кезде ол Құнанбайдың не айтқанын білмейміз ғой біз. Құнанбай туралы Совет одағында айтпайды ғой. Құнанбай Абай туралы айтты деген аңыз бар ғой. Не күтсеңдер де мына қара шұнақтан күтіңдер. Басын қазандай болып оттан бірдеңе шығады деп. Абай сөйтіп айтқан емес. Әке балаға сыншы дейді. Біз жалпы мықты ел болуымыз үшін менің пайымымша таныс арқылы жұмысқа тұрғызуды тоқтату керек. Таныс арқылы жұмысқа алуды тоқтату керек. Бітті. Мынандай ел боламыз. Ертең айтып қояйын, жаңағы ас емес жаңағы. Арыз қарау бойынша Жамбыл облысында бір жыл арыздандым. Мінәнде жауап аламадым ғой. Ой Алла. 3 рет, 4 рет коллегиально отырды ғандар. Жиналды ғой. Ең ақыр аяғында жаңағы зам әкім, Уркайтыл аппарат бәрі жиналды ғой. Мен айтам, маған жауап беріңдерші. Жауап бермейді. Бүкіл съезд жиналды, бүкіл әкімшіліктің білгіштері жиналды. Неге? Маман емес. Бірді кетіп, бірге кеттік пе? Бірді айтып, бірге айтып кетеміз. Құдай әмір берсе қайталауды. Бірақ та бәрі де еңбек жайлы, бәрі де еңбектің тәртібі жайлы. Ертең сәрсенбіде бастағам, сәрсенбіде ертең бүгін бірақ 7 күн болды. Бастағаныма ертең 8-ші күн. Соның кейін мен үйіме қайтам. Мынау менің жазғанымды таратыңыздар. Жамбыл облысының адамдарына таратыңыздар. Жамбыл облысының адамдары, қызметкерлері қалай қатқа жауап береді. Ертең мен дайындалып, соның бәрін по факт сіздерге бітіп көрсетемін. Қай жерге арыз жасаң да жауап аламайсың ғой. Сондай заман болды. Мені баяғыда хат жазуға үйреткен кісілер айтып еді. Бүйтіп департаментте жұмыс істеген ғой. Сонда департамент мынандай, департамент мынандай сіздің исходящий нөміріңіз мынандай қатыңызды пәрен күні жіберген. Соны қарап төмен жаңағы о кезде орысша ғой жаңағы. Рассмотрев деп сообщает следующий деп ары қарай бастайсың дейді ғой. Неге дейін ғой? Жарты бет кетіп қалды ғой. Ол адам ойлансын дейді. Ол адам ойлансын дейді. Менің қатымды целый департамент қарапты, пәленше. Ойбай, бәрі жабылып, қарап тананы. Мынандай болыпты, маған хабарлап жатыр дейді.
Соңын жаңағы ортасын жазасын. Соның кейін үйретті ғой жаңағы үлкен кісілер. Ең ақыр аяғында исходя из вышеизложенного сообщения дейсің де жаңағы резюмені жазасың ғой, енді айтасың ғой. Ал қазір мен мына Ақ Жол партиясына шағымдандым мен. О, 3 бет пе 4 бет пе келді ғой, жауап жоқ. 3 бет жауап келді, 3 бет. Жауап жоқ бірақ. Темір жолға бір шағымдандым. Ой, сұмдық болып барады ол. Менің қалай бұдан құтыламыз? Жаңағыны қайталап айтам. Балалар, таза балаларды конкурспен жұмысқа алу керек. Өзіңнің балаң болса да, әке балаға сыншы дейді. Тұрғызба, керек жоқ. Жаңа мен атам айтты ғой. Анадан түк шықпайды, анадан түк шықпайды, шықса анадан шығады дейді. Атадан алтау туса да біреу олар алаған, солар қамаған деген сөздер бар ғой. Бір семьяда бір-ақ балалы кім айтып болады. Бәрі мықты болмайды. Бір әулетте бір-ақ адам мықты болады. Адамның бәрі мықты, біреудің қолынан келген екіншісінің қолынан келеді. Кешіріңіз, мен соны көрмедім. Мен 20-да болсам, 30-да болсам, 40-да болсам, 50-де болсам, әлі көрерім деп ойлар едім. Оптимист. Жоқ, көрмедім. Сөйтсем олай емес екен. Адамның бәрі бірдей емес екен. Адам деген әр түрлі болады екен. Жақсы, Жамбыл облысының тұрғындары ертең 1-ден 10 минут кеткенде тікелей эфирде күтем, сіздермен әңгімелесеміз. Сау болыңыздар.